Саламатсыздар ма, құрметті Әлия әлемі каналының көрермендері. Мен бүгін өзімнің каналымда гүлдеп өсетін кейбір өсімдіктер туралы айтқым келіп отыр. Соның ішінде мына арада сіздердің көз алдарында петуния гүлдері өсіп тұр. Көпшілігі петунияны үй ішінде өспейді, бөлме жағдайында өспейді. Міндетті түрде далада ашық алаңқайда өсуі керек, немесе ашық балкон болуы қажет дейді. Мен не болғанда да өсіріп көрейін деп үйден отырғызып, өзім дәнегінен өсірген едім. Қазір міне көріп отырсыздар, міне петунияның өзі үй ішінде терезе алдында өскен гүлдер әдемі болып гүлдеп тұр. Шындығына келген уақытта көп адамнан сұрағанымда, гүл өсірушілерден үйде дұрыс өспейді, гүлдемейді дегеннен кейін мен оның топырағына аса көп қатты мән бере қойған жоқпын. Үйде мына гүлдердің өзін композицияға алып, топырағы босаған ыдыстарға отырғыза салдым. Ол әмбебап топырақтар көбінесе, әрине, бірақ топырақтың қай-қайсына да жақсы мән береміз. Ыдыстың астында міндетті түрде дренажы бар, перлит, агроперлит қосылады топыраққа, әмбебап топыраққа. Арасында песок, құм қосамын. Осы топырақтарға міне өздеріңіз көріп отырғандай әдемі болып гүлдеп өсіп тұр. Бұның қураған жапырақтарын гүл қурап болғаннан кейін міндетті түрде алып тастап отыруымыз қажет. Ал енді гүлдері әрине далада өсіп тұрғандағыдай өте үлкен, көлемді, ірі емес, дегенмен де үй ішінде көз қуантуға жарайды. Ал мына арада жаңағы әдемі болып тұрған бір ерекше гүлім бұл пеларгония. Оның ішінде шырмауық тәрізді болып өсетін ампельный пеларгония деп аталады. Халық ішінде бұл пеларгонияны кейде герань деген гүлмен шатастырып та жатады. Екеуі ұқсас болғанмен сәл айырмашылықтары бар. Бұл пеларгония гүлінің мына көрініп отырса жапырақтарының өзі жаңа ерекше форматта, және жапырақтарында егер күн сәулесі аса жақсы күшті жетіп тұрған болса, мынандай ортасында жаңағы бір қара ноқаттар болады, ол үшбұрыштан көрінеді. Жалпы пеларгония гүлі міне осылай үйде өсіруге болады. Әрине, егер сіз аулада, жер үйде тұратын болсаңыз, бақшаңыз болатын болса, аулада өсірсеңіз, ол сізге қара күзге дейін керемет болып гүлдей береді. Ал енді ондай мүмкіндігіңіз жоқ. Мына пәтерде тұратын болсаңыз, міндетті түрде күннің жарық сәулесінің астында, терезеден сәуленің мол түсетін жеріне отырғызу қажет. Бұл арада мына пеларгонияның өзі бірнеше тамырдан, бірнеше сабақтан тарап тұр. Бұл ерекшелігі, егер мына түбінде тамыр бір-біріне өте жиі өсіп тығыз орналасса, ол жақсы гүлдейтін болады. Ал егер бір ыдысты алып, бір-екеуін ғана өсіріп тамырландырып салатын болсаңыз, ол онда гүлдей қоймауы мүмкін. Әрине, бұлардың күтімінде кәдуілгі гүлге қарағанда кішкене қиындық болады. Оның топырағын дұрыс таңдай білу керек. Қандай топырақ таңдаймыз? Міндетті түрде барлық ыдыс түбі тесік болу керек, гүл өсірушілер жақсы біледі. Түбінде дренаж болу керек, немесе керамзит болу керек. Одан кейін топырақтың өзі шымтезектен, кәдуілгі көң топырағы, жапырақты топырақ, құм қосылған топырақ және перлит, агроперлит қосамыз екен. Ал олардың барлығы сіздің қолыңызда болмаса, әмбебап топыраққа міндетті түрде жаңағы вермикулит, агроперлит, перлит дейтінді қоссаңыз болады. Одан кейін қаншалықты жиі суарамыз? Бұл кез келген гүлдің өзі өте жиі суаруды қажет етпейді. Міндетті түрде өзіңіз гүл өсірсеңіз, топырақтың ыңғайына қарап білетін боласыз. Жаздың күндері әрине мол жақсы суарылуды қажет етеді. Топырақтың үстіңгі беттері кеуіп кетпеуі керек. Содан кейін жақсы суарылғаннан кейін күн сәулесінің астында тікелей түсуден, тікелей тұрудан бірден бір қорықпайтын гүл осы пеларгония
деп аталатын гүл. Басқа гүлдер күннің сәулесі тікелей түссе, көбінесе жапырақтары күйіп кетеді. Еш уақытта бұның гүлдеп тұрған уақытта да, гүлдемеген кездің өзінде де жапырақтарына су бүркуді жасаған дұрыс емес. Өйткені мына үшбұрышты көмкерілген жапырақтарда су қалып қоятын болса, ол шіріп кетуі мүмкін. Осындай жаз кездерінде әбден жақсы гүлдеп тұрады, 2 апта, 3 апта сайын тыңайтқыш қосып отырған дұрыс. Тыңайтқышты қалай қосу керек? Қандай тыңайтқыш қажет? Көбінесе әмбебап тыңайтқышты алатын болсаңыз, оның құрамында азоттың болмағаны дұрыс. Ал егер тыңайтқышты өзіңіз қолдан жаса құятын болсаңыз, 1 литр бөлме температурасындағы суға 1 тамшы йод саласыз да, оны дайындап қоясыз. Әуелі гүлдерді жақсылап суарып алғаннан кейін ғана барып, жаңағы дайындаған тыңайтқышыңызды азғантай жарты кесе мөлшерінде жайлап қана құйсаңыз жеткілікті. Ал енді қыс кезінде бұл гүлді демалысқа жіберген дұрыс. Демалтамыз. Ол үшін бұл көп жылдық гүл ғой. Келесі жылда гүлдейді, егер дұрыс баптай алатын болсаңыз. Ол үшін суық түскен уақытта мына жаңағы жапырақтарының барлығын кесіп тастап, гүлдері әрине түсіп қурайды. Одан кейін сіз оны қоңыр салқын жерге қоясыз. Жиі суарып тұрмайсыз. 3-7-де бір суарсаңыз болады, азғантай ғана мөлшерде, демалысқа кетіру үшін. Содан кейін көктемде күннің жарық сәулесі мол түсетін жеріне қайтадан баптап қоя бастайсыз. Егер жаңағы тамырлары мол жақсы болса, өзінен сәл ғана үлкен ыдысқа, жаңа топыраққа орналастырып, қайтадан жаңа ыдыста өсіруіңізге де болады. Ал егер үйде сізде қосымша жарық болатын болса, мәселен фитолампалар болатын болса, бұл гүлді қысы-жазы демалысқа жібермей, үйде гүлдетіп өсіре беруге болады. Міне үйде өсетін әдемі де әсем гүлдер туралы бүгін қысқаша өзіндік тәжірибеммен бөлістім. Құрметті менің каналымның көрермендері, менің видеом ұнаса, өздеріңіздің достарыңызға бөлісіп, пікір білдіріп, лүпіл басып, сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Менің видеомда келесіде кездескенше сау саламатта болыңыздар.